Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақта біз for циклі 8-ші сыныпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта біз мақсатты сабақтың цикл ұғымымен, түрлерімен танысасыңдар. Және де Python бағдарламасында for циклімен жұмыс жасауды үйренесіңдер. Жалпы цикл дегеніміз не? Цикл тұрақты қайталанып тұратын оқиғалар жиынтығы. Мысалы, жыл мезгілдерінде күн немесе апта, ай, бұлардың барлығы бәрібір табиғатта қайталанып тұратын циклдер. Циклдердің түрі өте көп. Оларға экономикалық, тарихи, программалау, математикалық, тіршілік циклдері және тағы басқалар жатады. Программалауда циклді алгоритмдер өте маңызды. Олардың көмегімен табиғатта кездесетін цикл түрлерінің алгоритмді құрастырып, компьютерде модельдеуге болады. Және де бірнеше рет қайталану орындалатын белгілі бір іс-әрекеттерін сипаттайтын алгоритмдер тобы циклдік алгоритмдер деп аталады. Жалпы цикл дегенімізге қысқаша шолу жасап өттік. Және де программалаудағы цикл түрлері негізі екіге бөлінеді. Олар арифметикалық цикл, орындалу санына берілі, және де қадамдық итерация цикл орындалу саны белгісіз болып бөлінеді. Арифметикалық циклдерге негізі for, i, in, range және де жақшада ab операторларымен орындалады. Негізі және де қадамдық циклдерде while шартты циклмен орындалады. For арифметикалық цикліне келетін болсақ, оның жазылуы негізі осы нұсқа бойынша көрсетілген. Осы сурет бойынша for I in range knx, range knx дегенді толықтай ашатын болсақ, негізі функциясы k яғни бір белгілі бір саннан n-ге дейінгі x қадаммен сандар тізімін жасайды. Мысалға келетін болсақ, қазір ақырындап түсінетін боласыздар. Бірінші мысал, бұл жерде бізде for I in range n дегеніміз, ол мына жерде негізі n-нің орнына 6 берілген, және де бізден 0-ден 5-ге дейінгі жаңағыда айтылып өткенде k дегеніміз, яғни толықтай санға дейінгі нелер көрсетеді. Бұл жерде 6 сан берілген, себебі біз мына жақта рейнжге 6 неге жазылмаған десе, себебі бұл 0-ден басталып тұр. 0 дегеніміз яғни 1. Келесінде бізде n қосылған, n 11 деп берілген. Нәтижесінде 6-дан 11-ге дейінгі сандарды негізі шығарған. 11 өзі толықтай кірмейді, себебі 10-ға дейін тоқталады. 6-дан 11-ге дейін болғаннан кейін. Үшінші мысалымызда бізде x көрсетілген. X дегеніміз, яғни бір қазір алда бір мысал келтіреміз бұған. Мына жерде негізі 1-ден 11-ге дейінгі сандардың тақ сандар жағына алған. Және де бір практикаға келетін болсақ, бір практика шығарайық. Негізі Python'да бағдарламасын жүктеп алуға да болады, және де негізі онлайн форматта жасауға болады. Онлайн python.com деп жазсаңыздар негізі шығады. Бір мысал келтірейік. Бізде қандай бір мысал бар? Біз белгілі бір экранға 4 санның көбейту кестесін шығарып көрейік. Оған бізге не керек? Әрине, мұна біз көрсетіп өткенімізде, лекцияда өткенімізде for және I in және range деп жазамыз. Сосын жақшаның ішіне 1. Одан кейін 11 не себепті деген келетін болсақ, біз 4-тің 10-ға дейінгі көбейтіндісін шығарамыз, көбейту кестесін. Соңында міндетті түрде
қос нүкте қоюымыз керек, себебі программа шартында бар ол. Келесіне print жақша a, яғни белгілі бір сан. Одан кейін апостроф ашамыз. Соның ішіне x4 тең және де өтір a формуланы жазамыз. Көбейту 4. Соңында осы программа енгізіп болғаннан кейін нәтижені көру үшін run дегенді басамыз, немесе F8. Бізде бұл жерде бір қате шығарып тұр дейді. Бізде не қате? Қатені бір жағынан тікелей астында шығарып береді негізі. Бізде қате дейді. Қате for I барлы жазды. Біз не жерде несі I емес A жазамыз, себебі біз A жазатырық қой. Мына жерде біз A жазғаннан кейін forға да A де жазамыз міндетті. Енді бір көрейік. Міне біздің орындалды негізі программамыз. Бізде қалай бірден бастап 10-ға дейінгі 4-тің көбейту кестесі шықты. Келесі тағы бір мысал келтіретін болсақ, дәл осыға қалай берсін. Келесі бізде екінші мысал, ол for cycle көмегімен бірден n-ге дейінгі сандар тізбегінен тек тақ сандарды табайық. Біз бағандай көрсетіп кеттік. Үшінші мысалымыз. Соны практика жүзінде жасап көрейік. Бізге не керек? For'ды жазбас бұрын бізге n керек. Белгілі бір сан. N тең int дегеніміз input. Жақша жаза кетейік. Input'тан кейін жақша керек. Келесіне for a жазылады. Сол күйінше in range тоже формула бойынша қалады. Бірден кейін біз не істейміз? Бірден кейін біз n жазғаннан кейін, белгілі бір сан керек болғаннан кейін n-ден кейін 2 қоямыз. Мына біз көрсетіп өткеніміздей біздің мысалымызда бар еді. Осы үшінші мысалымыз. Біз соны практика жүзінде көрейін дедік. Одан кейін print-тен кейін a. Бізге мыналар керек емес. N жазамыз формула орындалу үшін. Және тең белгісін қойып, апостроф қоямыз. Осылай біздің формуламыз толықтай орындалды. Қазір біз тексеріп көретін боламыз. Біз белгілі бір сан берейік. Мысалы 20-ға дейінгі тақ сандар шығаратын болсақ, 20 деп береміз, enter басамыз. Сол кезде бізде 1, 3, 5 дәл солай 20-ға дейінгі тақ сандар шығарады. Бүгінгі сабағымыз осы. Кішігірім for cycle мен жұмыс жасау практика жүзінде де, және келесі үй тапсырмасы осы. Жазып алсаңыздар болады. Менде платформа деген не бар, сайт бар. Сонда кіріп сабақтарды үйрене берсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.